Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен жапон тілін қалай үйреніп жатқаным туралы айтқым келеді. Қандай лайфхактар немесе қандай тәсілдерді қолданып жатқаныммен сіздермен бөліскім келеді. Жапон тілін үйренген кезде, әрине әр тілді үйренген кезде ол өзінің қиындықтары болады, бірақ сонымен қатар жеңілдіктері болады. Енді мен сіздермен сол жеңіл тәсілдермен бөліскім келеді. Сол үшін де назар қойып тыңдағандарыңызды жақсы көремін. Рахмет. Ең алдымен менде осындай дәптерлердің қатары бар. Одан кейін әрине iPad-тың да қажеті болады. Ең алдымен мен сіздерге мына дәптерде не жазғанымды көрсеткім келеді. Бұл жерде бар ережелер, оларды хайлайт жасап сызып қойдым. Одан кейін бұның ішінде өзі парақтары бөлініп тұрады. Әр бөлінген параққа мен қандай кезеңді өтіп жатқаным туралы мәлімет бар. Бұл менің өзімнің нәтижелерімді трак жасауға көмектеседі. Канжилар қалай оқылады, немесе олардың аудармалары қандай деген сияқты. Бұл өте пайдалы. Одан кейін екінші дәптерде де ережелер бар. Бірақ бұның алдыңғы дәптерден қарағанда айырмашылығы, әр өткен тақырыптың аяғында мен сол тақырыпқа байланысты қайталау жұмыстарын жасаймын, яғни ережелерді пайдаланып, сөйлем құрып, алынған білімді бекітемін. Одан кейінгісі осындай флеш-карттар деп аталады. Ол барлық тілді үйренген кезде көмегі өте зор. Бұл жерде канжиді жазамын, ол канжи қалай оқылады, одан кейін оның аудармасы қалай. Яғни бір мезетте 3 түрлі нәрсені үйренсем болады. Әрине бұл жерде мен тек біреуін ғана қолданып жүрмін әзірше. Одан кейін кітап. Менде кітаптың жағында қағаз несі жоқ, тек қана осындай қосымшасы бар. Яғни Миннано Нихонго деп айталады. Бұл жерде де бүкіл ережелер, сөздер, жалпы канжилар бәрі де бар. Өте пайдалы кітап болып табылады. Одан кейін мен интернеттен тегін жүктелініп алынатын осындай канжилардың оқылуы, жазылуы, қалай оқылады, аудармасы қандай деген іздеу салған кезде маған осындай нәрселер жазып берді. Яғни бұның да пайдасы өте зор болды. Яғни сөздерді жаттауыма өте көп көмектеседі. Одан кейін iPad-та осындай қосымша бар. JLPT тест деп аталады, яғни төменгі N5 дәрежеден N1 дәрежеге дейін. Бұл жерде яғни тыңдауға да болады, оқуға да болады. Одан кейін грамматикасын орындауға болады. Қазір мен сіздерге сол тыңдау қалай болатындығын көрсетейін. Яғни ашасың, ішінде көптеген тесттер бар. Соның мысалы біріншісін алып көрсетейін. Яғни бұл тыңдап отырасың, одан кейін сен батырмасын бассаң белгілі бір оның қалай оқылатындығы туралы айтылған. Яғни тыңдап, сол бір мезетте тыңдайсың, оқисың деген сияқты. Бірақ тілді үйренген кезде ең басты нәрсе, яғни ол алынған білімді бекіту, яғни адамдармен сөйлесу арқылы білімді бекіту болып табылады. Яғни тек сөйлесу арқылы ғана алынған білімді оқылған кітаптардың бәрінде жүзеге асыруға болады. Сол себепті адамдармен сөйлесуге ұялмай, іштегі қорқынышты жеңіп қана біз үйреніп жатқан тілімізді күнделікті өмірде қолдана аламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.